Барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге сатылымда жақсы өтетін капля тәріздес самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Қамыры өте керемет болып шығады. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар, барлығы түсінікті етіп айтылған. Енді қамырын дайындайтын боламыз. Қамырына жоғары сұрыпты ұнды електен өткізіп саламыз. Одан кейін үстіне тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнымыздың ортасын ашып, үстіне краннан алынған салқын су құямыз. Мұздай емес, салқын су құйып, барлығын жақсылап араластырып, қамыр елейміз. Қамырымыз қаттылау қамыр болып шығады. Мінекей қаттылау қамырымыз дайын болды. Енді екіге бөліп алатын боламыз. Осылай теңді екіге бөлсеңіздер болады, немесе осылай өлшеп алсаңыздар да болады. Енді екеуін жақсылап қолмен басып иілеп, салафанға 15 минутқа салып тындырып қоямыз. Мінекей 15 минутымызда өтті. Қайтадан алып қамырымызды үстінен бір басып шығамыз. Енді тағы да 15 минутқа қалдыратын боламыз. Сол кезде қамырымыз жақсы жайылатын болады. Енді қамырымызды алып жаямыз. Дөңгелек немесе теп-тегіс етіп жаюдың маңыздылығы жоқ. Бұл жерде тек қана жұп-жұқа етіп жайсаңыздар жеткілікті. Осылай айналдыра отырып, ұн себе отырып жайып шығасыздар. Мінекей қамырымды жұқа етіп жайып болдым. Енді 72-5% сары майды ерітіп жағатын боламыз. Майды еріткен кезде қатты қайнатпаңыздар, су шығып кетпесін. Осылай кішкене ғана ерітіп аласыздар. Майымызды жағып болдық. Енді қамырды осылай тартып орайтын боламыз. Сол кезде май сіңімді әдемі болып шығады, және де қатпарлы болып шығады. Менің осы каналымдағы видеоларда көбісі тіркелмей көреді екен, сондықтан тіркеліп қойыңыздар дегім келеді. Себебі апта сайын тұрақты түрде 3 рецептпен бөлісіп отыратын боламын. Қамырымызды соңына қарай осылай бір жаққа қарай ораймыз. Содан кейін барып қайтадан дөңгелек етіп жинаймыз. Мінекей дайын болды. Екінші қамырымызды да дәл осылай жасап шығатын боламыз. Енді осы дайын болған қатпарлы қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Кішкене майы қату керек, майы сіңуі керек. Оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Енді салмасына тартылған ет пен пияз керек болады. Пиязды осылай майдалап турайтын боламыз, немесе үкіштен өткізсеңіздер де болады, өз қалауыңыз. Енді үстіне тұз, бұрыш, қара бұрыш салдым. Барлығын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді қамырымызды алып, қамырымыздың шетінен кесіп алып өлшейміз. Барлығы 42-44 граммнан кесіп алатын боламыз. Дәл осылай, сосын ортасынан басып, дөңгелек етіп қамыр жасаймыз. Барлығын осылай өлшеп кесіп алғаннан кейін, дөңгелектеп қамырымызды дайындап болғаннан кейін осылай ұнға орнатып алатын боламыз. Әр қамырдан осылай 20-21 штук самса шығатын болады. Енді қамырымызды жаямыз. Менде самсаны уже біразын дайындап қойған болатын. Қамырды енді дөңгелек етіп жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін арасына біраз қасықтай салмасын саламыз. Салмасын салып болғаннан кейін капля тәрізді етіп түйетін боламыз. Қазір сіздерге түйу әдісін көрсететін боламын.
Енді жоғарғы жағын үшбұрышты етіп түйеміз. Одан кейін барып осы жерден бастап бір-біріне біріктіріп бастаймыз. Сонда астыңғы жағында дөңгелек форма пайда бола бастайды. Енді осылай барлығын бір-біріне біріктіреміз. Мінекей осындай капля тәріздес, яғни қазақша тамшы тәріздес самса пайда болады. Мінекей самсамызды түйіп болдық. Пешіміздің бір ыдысына толтырып жасадым. Енді бетіне жұмыртқаны жағып шығатын боламыз. Жұмыртқамыз көбірек барлығына жетсін десеңіздер, кішкене ғана сүт қоссаңыздар болады. Бірақ мен қосып жасаған жоқпын. Жұмыртқамызды жағып болдық. Енді үстіне ақ күнжіт сеуіп шықтым. Сіздерде мак немесе қара күнжіт болса, соны сепсеңіздер болады. Болмаса дәл осы күйінде пісіре беріңіздер. Енді 220 градуста 30-35 минутта пісіп шықты менікі. Сіздердің пешіңіз әртүрлі болғандықтан әрқайсыңыздікі әр уақытта пісуі мүмкін. Енді сіздерге тағы да бір рет жасап көрсетейін. Қалғаны міне артылды. Енді соны көрсететін боламын. Осылай түйеміз. Одан кейін барып шеттерін осылай гармошка жасап біріктіреміз. Одан кейін ортасы ашық қалды ғой. Енді соны біріктіреміз. Мінекей сол кезде капля тәріздес, жаңағы тамшы тәріздес самсамыз дайын болды. Барлығын осылай жасап шығамыз. Екінші қамырымызды да міне кесіп, дәл осылай самса жасап шығатын боламыз. Мінекей достар, біздің капля тәріздес самсаларымыз да дайын болды. Өте қытырақ және де дәмді болып шықты. Мінекей бөліп көрсетіп жатырмын. Дүкеннен дайын қамырды алып жасағаннан гөрі осылай қолдан қамыр илеп жасаған дәмдірек болады екен. Мысалы, дүкеннің қамырын алып самса пісіретін болса, мұны суығаннан кейін қытырламайды. Тек қана пісіп шыққан кезде ғана қытырлайды. Ал қолдан жасалған қамыр пісіп шыққаннан кейін де, суығаннан кейін де осылай қытырлақ болып тұрады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де видео ұнаса, лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған Гүлайым.